Асқабақ біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға жеткізілген. Бүгінде Қазақстанның барлық өңірінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көп өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин дәнінде 40% май бар. Асқабақтан емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында оның бауыр ауруына ем екенін көпшілік біле бермейді. Адамға пайдасы жағынан бұл өнім өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Құрамында адам ағзасына қажетті, ағзадағы зат алмасуды жеделдететін, қанды ұйытатын дәрумендер, калий, кальций, темір бар. Сондықтан ол мыңда бір ауруға, әсіресе көру қабілеті нашар, қаны аз және артық салмақтан арыла жүрген адамдарға таптырмайтын ем. Әсіресе шлактарды тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетіндіктен оған химиялық препараттарды қолданбайды, яғни өзі өседі. Дәрігерлер қауымы жүрегі ауыратын адамдарға ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін пайдалануға кеңес береді. Асқабақтың несеп жолдарын жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де бар. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасу қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде де ұсынылады. Сондай-ақ асқабақтың дәнін балмен араластырып жесеңіз, ішек құрттарын түсіруге көмектеседі. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, Б тобының дәрумендері де жеткілікті. Жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Асқабақты арықтау үшін де пайдалануға болады. Себебі құрамында су мен артық салмақтан арылуға көмектесетін заттар бар. Ол астың қорытылуына себеп болады және уыттарды тазалайды. Асқабақ шырынын балға қосып, жатар алдында ішсеңіз жүйке жүйесін тыныштандырады. Ұйқыңыз қанық болады. Аталған шырын жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын басады. Әлсіздік болған кезде асқабаққа сүт қосып дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан, ішек жолдарында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырынын ішіңіз немесе қайнатып жеңіз. Теріде қышыма пайда болса немесе күйік шалғанда оның мәйегін таңып қоюға болады. Сарауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы әсер етеді. Ішекте құрт болса, асқабақтың дәні мен мәйегін алып, үстіне жылы су құйыңыз. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде тұндырыңыз. Дайын болғанда тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стакан ішіңіз. Осылайша 20 күн жалғастыру керек. Асқабақтың қабығы ашылған дәнін ашқарынға жесеңіз, ішектегі паразиттерден арылуға көмектеседі. Дәнді езіп, сүтке араластырып ішуге де болады. Простатит кезінде асқабақтың жарты килограмм тазаланған шикі дәнін ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. Күніне 1 рет ашқарынға тамақтың алдында 30 минут бұрын жеңіз. Емді жылына тек 1 рет жасайды. Шамадан тыс пайдалану жүректі әлсіретіп жібереді. Ұйқысыздық пайда болса, қайнатылған, буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 граммнан ішіңіз. Сонымен қатар 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып, 8 сағат тұндырып, кешкі уақытта ішіңіз. Сонымен асқабақ туралы бүгінге айтарымыз осы. Бұл арнадан денсаулыққа қатысты видеолардан бөлек, әр салада жетістікке жеткен үздік адамдардың өмірі, қызықты деректер, түрлі пайдалы кеңестерді таба аласыз. Сондықтан тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз және лайк басып, пікір жазып, видеоны достарыңызға жіберіңіз. Сіздермен бірге болған Қызық екен арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.